Ресейдің ракета тасымалдаушы және атушы ұшақтары орналасқан үш әуежайына ұшақсыз аппаратпен шабуыл жасалды. Әуежайлар мен ұшақтар әртүрлі дәрежеде зақымданды. Қаза болған Ресей әскерилері бар. Бұл жағдай Ресейдің билігін едәуір алаңдатып отыр. Себебі ракета тасымалдаушы және атушы ұшақтар Ресейде көп емес. Сарапшылардың айтуларына қарағанда, ондай арнайы ұшақтар Ресейде ондап қана саналады. Оған қоса ракета тасымалдаушы ұшақтар өздерінде өндірілмейді. Екі-үш ұшақтың істен шыққанның өзі Ресейдің Украина қалаларын ұзақтан атқылау шапшаңдығын едәуір төмендеткен. Жалпы Ресейде ұзақтан ататын ракеталардың және ұшырылатын дрондардың өзі шектеулі болса керек. Соңғы шабуыл жасар алдындағы жоспар бойынша 120 ракетамен атқылауы тиіс еді. Оның орнына 70 ракета ұшырылды. Сол 70 ракетаның өзінің 60-ын Украинаның әуе қорғанысы межесіне жеткізбей жойған көрінеді. Ал орыстың кінәмшіл мамандарының кейбірі Ресейдің аумағындағы үш әуежайға ұшақсыз аппараттар Қазақстанның жерінен ұшып жетті деп көрер көзге жалған байбалам шығарып отыр. Қайтсын енді, жан алқымға келгенде көршілеріне сүйкеніп қалатын әдет тапқандағы. Оның үстіне көршілерінің көмек қолынан күдер үзгені тағы бар. Іштегі қыжылды осындай ақпараттық жаламен басатын болар. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламасы. Ресейдің әскери әуежайларына шабуыл жасалғаны жайлы материалдардың бірі Московский комсомолец басылымында және интернет порталында жарияланған екен. Мұнда Мәскеу округіне қарасты зениттік ракеталық әскери құрылымының Сергей Хатлев деген бұрынғы бастығы, запастағы полковник адамның мақаласы басылған. Мақаласында ол Ресейдің әскери әуежайларына шабуыл жасаған аппараттар Қазақстаннан ұшырылған дегенді айтады. Мақала авторының ойынша ұшақсыз аппараттар алдымен Қазақстанға жеткізілген. Содан кейін Ресейдің әуежайларына қарай ұшырылғанмыз. Мұндай мәліметті өзінің әріптестерінен алғанын, бірақ әзірге расталмағанын да қоса жазыпты. Бірақ мақаланы жазған адам ұшақсыз аппараттар Қазақстаннан барғандықтан әуе қорғанысы оларды аңдамай қалғанын айтады. Оның ойынша, егер аппараттар Украина жақтан ұшырылса, оларды әуе қорғанысы қарсы атқылаумен жойып жіберген болар еді. Бұған сенуге бола ма, жоқ па, ол жағын кім біліпті? Сонда Қазақстаннан ұшырылған аппараттар әуе қорғанысы жүйесінің маңдайына емес, желкесінен тақалып бара ма? Шабуыл жасалған Саратов облысындағы Энгельс әуежайы Қазақстанның шекарасынан 150 шақырым жерде орналасқан көрінеді. Мақала жарияланысымен Қазақстанның сыртқы істер министрлігі мұның шындыққа жанаспайтын ақпарат екенін мәлімдеді. Әрине, мұны жалған ақпарат, фейк, болмаған факт деп жатқандар көп. Көршісі Ресеймен арақатынасты әупіріммен түзіліп отырып, оған қарай Украинаның қаруын кезінетіндей Қазақстанның басына не күн туыпты? Керісінше, Қазақстан көрші екі ел арасындағы қантөгісті тоқтатуға әрекет етуші елдердің бірі. Жалпы Қазақстанның ешбір зиянсыз, тек қана пайдалы көрші екенін Ресей саясаткерлері мен кейбір әскерилерінің түсінбейтіні таңғаларлық. Олардың жиі-жиі Қазақстанға қарата ғайбат сөзді қарша боратулары соңғы уақытта жиілеп кеткен рас. Мұндайды халқымыз бүйректен сирақ шығарушылық деген. Ресей жағдай жақсы кездің өзінде саясаткерлер сөздерінің қаға берісінде Қазақстанды әжуалап қалудан жалықпайтын. Қазір ахуалы қиындап жатқанда ондай жағымсыз әдетін үдетіп жатыр. Ойларына не келсе, соны ай-шай жоқ айта салатын ашық ауызға айналған ба дерсіз. Жала жабуды үдетіп жатыр деуімізге себепте негізде көп. Мысалы, жақында ғана TikTok әлеуметтік желісінде Қазақстан Ресейге зымыран құрастыруға арналған компоненттерді жеткізіп беріп жатыр деген ақпарат таратылды. Бұл да шындықтан алыс, мүлде жалған сөз. Мұндай ақпаратты индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі жоққа шығарды. Зымыран құрастырушы компоненттер өзімізге керек. Ондай технологиялық бұйымдарды сыртқа беруге тыйым салынған. Оларды экспорттауға лицензия берілмеген. Құрастырушы компоненттерге электрондық жинақтаушылар, яғни чиптер мен микросхемалар жатады. Қазақстан үкіметінің биылғы 27 тамызындағы шешімімен әскери мақсаттағы өнімнің экспортына және транзитіне тыйым салынған. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің дерегі бойынша Қазақстанда әскери мақсаттағы
өнімнің, оның ішінде зымыран жиынтықтауыштарының немесе зымыран дайындауға арналған компоненттердің тасымалдануы 2022 жылы және оған дейін жүзеге асырылмаған. Ресей саясаткерлері көршілерді мүйіздеуді әдейі жасайтын сияқты. Мысалы, президентінің өзі Ресейдің шашырап кеткен жерін жинақтаушы ретінде тарихта қалудан дәмесі бар. Сол екпінмен өзге халықтардың ата жұрттарына көз сүзіп, бұл жерлер Ресейдің сыйлығы болған деген сөзді президенттің өзі айтып отыр. Президенті осылай деген соң өзгелер не демейді? Қазақстанның бірқатар аймағын біздікі дейді. Грузия, Украина деген елдер тарихта болған емес дейді. Осы сияқты қисық сөзді көбейткен. Ресейдің бұрынғы президенті Дмитрий Медведев тіпті Қазақстан өз аумағындағы орыстарды жаппай қуғын сүргінге және геноцидке ұшыратып жатыр дегенді айтты. Ол КСРО-ны қайтадан қалпына келтірсек деп армандайды. Осы күні Ресей әскерінің Z және V белгілерін көршілеріне таңу әрекеті де байқалады. Ал көрші елдерге ондай белгілердің керек жоқ. Ондай белгі жапсырып жүрген көліктерді өз аумағында жүргізбеген елдерді Ресей саясаткерлері тұқыртуға тырысып, орыстарға күн көрсетпей жатыр деп шу шығарумен келеді. Қазақстанға қатысты мұндай шуды анау-мынау емес, Госдуманың мүйізі қарағайдай депутаты, фракция жетекшісі Сергей Миронов деген адам шығарды. Орыс саясаткерлерінің бәрі көршілеріне Украинаны айтып қорқытуды сәнге айналдырып алды. Украинаның керін келтіреміз деп қорқытқылары келеді. Қазақстанды сөзбен шаншуға құмарлар Ресейде күннен күнге көбейіп жатыр. Теленасихатшыларды айтпағанның өзінде депутаттар ірі шенеуніктерге енді Сергей Хатылев сынды бұрынғы әскерилерді қосылып жатқанға ұқсайды. Мұндай ақпараттық шабуылдарға қарсы мықты ақпараттық қорғаныс шебін құруда өзекті іске айналып келеді. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы.